Алматы қаласы Түрксіб ауданы номер 187 бөбекжай балабақшасында ерекше баламен ерекше жұмыс тақырыбында семинар өтті. Семинардың ашылу салтанатында алғашқы сөз кезегін алған номер 187 бөбекжай балабақшасының меңгерушісі Фариза Қазырқанқызы келген қонақтарды семинардың өтілу барысымен таныстырды. Семинар барысында өздеріңіз көресіздер, енді біздің мамандарымыздың жасаған жұмыстарын, жасап жатқан жұмыстарын қазіргі таңда білесіздер, ерекше білімді қажет ететін балаларымызға ерекше жаңағы оқыту, дамыту және дамыту орталарын құру, ол біздің қазіргі таңда міндетіміз. Дефектолог Акбар Назерке Ғабитжанқызы ерекше балаларды дамытуда ABA терапиясының маңыздылығы атты тақырыбында оқу қызметін көрсетіп, көпшіліктің назарын өзіне қаратты. Бұл не ойыны арқылы балалармен нәтижелі жұмыстың жүріп жатқанын көрсетті. Жарайсың. Бұл не, Санжар? Бұл алма. Тамаша. Енді қараңыздар. Бұл Екінші, арт-терапия түзете дамыту құралы ретінде тақырыбында психолог Қоңқа Мөлдір Қайратқызы өз ойын ортаға салды. Балалармен бірге практикалық жұмыстар жүргізілді. Келесі, мектепке дейінгі мекемедегі логопед маманының ата-аналармен жұмысының әртүрлі формалары атты тақырыпта логопед Асан Аружан жыл бойы жасаған жұмыстарының нәтижесімен бөлісті. Аружан ханымға ата-аналардың риза екенін естідік. Бұл жүйелі бір ізді жұмыстың нәтижесі екені анық. Сондай-ақ, мектепке дейінгі ұйымдағы балалардың сөйлеу тілін түзетуде асықты заманауи әдістемелік, технологиялық негізде қолдану арқылы түзету тақырыбында логопед Мұнулбаева Дариға Рымкабыловна ой қозғады. 21 ғасырда номер 187 бөбекжай балабақшасының қызметкерлері асықты терапия ретінде қолданып және одан оң нәтиже көріп отырғандығын байқадық. Семинардан Алматы қаласы Түрксіб ауданы психологиялық педагогикалық түзеу кабинеті мен номер 187 бөбекжай балабақшасы бірлесіп үлкен жұмыстар атқарып жатқанын және тығыз қарым-қатынаста екенін байқадық. Балабақша жаңа инновациялы шығармашылық бағытын кеңінен қолданады. Атап айтсақ, жолда жүру ережесі, шахмат орталығы, мобильді кітапхана мен қол моторикасын дамытуға арналған әртүрлі жіптерді өру тәсілдерін пайдалануда. Білім айнасы Алматы қаласынан Ақерке Амангелдіқызы.